Сәлем бәріне, сендер Еркек Лайф каналындасыңдар. Бүгінгі тақырыпта бізде қыздарға звондаған кезде қателіктер. Қандай қателіктер болады? Біз негізі көшеде, далада болсын, супермаркеттерде болсын, біз қызбен танысамыз. Номерін аламыз, бәрі жақсы өтеді, енді бізге звондау керек болады. Біздің үлкен қателіктер осындай. Бірінші қателік ол деген звондаған кезде не туралы айтамыз, соны ойлаймыз, және көптеген қателіктер пайда болады бұл жағдайда. Біз қобалжимыз, ұяламыз, не туралы сөйлей алатынымызды білмейміз. Екінші қателік өзіміздің сенімсіз ұстау, неуверенность дейді ғой орыстарда. Неуверенность ұстау, сенімсіз болу, қалдырақтау, сөзімізді жұтып қоямыз, даусымыз азайып қалады. Сол қателіктер. Үшінші қателік бізде көп сұрақ қоя бастаймыз. Сол қателік негізі, оларда көбінесе. Көп сұрақ қоямыз, қандай сұрақтар қоямыз? Не істеп жатсың, не қыласың, кешке не істейсің, қазір не істеп жатсың? Сондай негізгі болмайтын сұрақтар, ондай көп сұрақтың қоюдың қажеті жоқ, не істеп жатсың деген. Өйткені қыздар көп ондай кезде көп жауап бере бермейді. Бір рет жауап беруі мүмкін, бірақ та келесі жолы көп сұрақ қоя берсеңдер, онда сендер оны тергеп жатқандай боласыздар, және қызығушылық ешнәрсе жоқ. Келесі бізде ұзақ паузалар. Пауза болмау керек. Телефонмен сөйлескенде егер бір 10 секунд, 15 секунд тоқтап қалсаңдар, не туралы айтам деп, сол кезде қыз деген айту мүмкін. Менің уақытым жоқ, сосын маған звондаш деп, сосын телефонды мүлде алмай қояды. Сондықтан пауза жасамау керек. Тоқтамай сөйлеуге тырысу керек. Пауза болмау керек. Пауза ол өте жаман. Сосын кешке қандай план сенде, не істейсің дегенді қоймау керек. Өйткені қыздар ондай кезде басқаша жауап беруі мүмкін. Сосын өзінің тағы бір үлкен қателік бізде, ол қыз деген көп сөйлеп, сен сөйлемеген. Сол кезде үлкен қателік. Онда келесі кездесуге сендерге қыз шықпай қояды. Өйткені қыздар егер көп сөйлесе, жігіт мүлдем сөйлемей тек тыңдап отырса, онда қыз екінші рет сендермен кездеспейді. Өйткені сендер сөйлеулерің керек, қыз тыңдап отыру керек, эмоция алып тыңдап отыру керек. Сол дұрыс. Егер қыз көп сөйлеп, сендер үндемей отырсаңдар, онда қыздар келесі жолы сендермен кездеспейді. Енді бізге қателіктер айтып кетті. Негізгі бізде білмейміз, не туралы айтамыз телефонмен. Сосын сенімсіз болу, неуверенность екінші қателік. Үшінші бізде көп сұрақтар қоямыз. Төртінші қателік бізде ұзақ паузалар. Сол ұзақ паузалар негізгі ең жаманы сол болып тұр. Келесі бізде кешке не істеп жатсың, және ондай сұрақтар қажеті жоқ. Қандай план, не істеп жатсың деген көп сұрақтар, және болмайтын сұрақтар қоюдың қажеті жоқ. Ең жаман солар. Енді дұрыс шешімін айтайын бүгін. Қазір қалай қызбен сөйлесу керектігін жазып алсаңдар болады қағазға, не туралы сөйлесу керек, қалай жауап беру керек. Мысалы, бірінші қатесін айттым, не туралы сөйлесу керек. Сендер звондайсыңдар, қобалжисыңдар, сөзді ұмытып қаласыңдар, не туралы сөйлесу керектігін. Және көбінесе қыздарға сұрақ қоя бастайсыңдар. Сол үлкен қателік. Звондайсыңдар бірінші. Мен дұрыс несін айтайын. Қалай бірінші қателікке біз былай жауап береміз. Сәлем. Мысалы, қыздың атын айтамыз. Мысалы, қыздың аты Айдана, Сәлем Айдана,
қалайсың десеңдер болады. Сәлем Айдана дейсің, немесе қалайсың керек емес. Сәлем Айдана, сәлем, бұл кім дейді. Сендер айтасыңдар, сен кеше біз танысып едік, менің атым дейсіңдер. Өздеріңді түсіндіресіңдер, кім екендеріңді. Мысалы, менің атым Алмас, менің атым Айдос, біз кеше далада танысып едік дейді. Ол қыз деген, иә, қалайсың, мен сені таныдым дейді. Сол кезде не туралы айтасыңдар? Не туралы болғанда сендер негізі ұзақ сөйлесудің қажет жоқ, телефонмен айтасыңдар. Бүгін негізі жақсы күн, мен жұмыстан бүгін шықтым. Давай кешке кездесейік сағат 8-де. Мен қолым сөгізе, қолым тиеді, қолым бос, бүгін жақсы күн дейсіңдер. Болды. Ұзақ сөйлесудің қажеті жоқ. Қыздар сөгізе, бүгін қолым бос емес, мындай десесіңдер айтасыңдар. Мен сені ұзақ ұстамаймын. 20-30 жарты сағаттай жүреміз, жақсы қыдырып қайтамыз деп 3 рет сөйтіп айтамыз. Келістіріп, егер қыз 3 реттен артық жоқ десе, онда біз 2 күннен кейін біраз ондаймыз. Сондай бізде техника. 3 рет жоқ десе болды, қыз кездеспейді. Кездесетін қыз кездеседі, 2 рет, 3 рет көреміз айтып. Егер 3 рет жоқ десе, онда қыз кездеспейді. Және ұзақ сұрақ қоюдың қажеті жоқ. Не істеп жатсың, қайда кездесе аламыз, кешке сен қолың бос па деген сұрақтың қажеті жоқ. Өйткені сендер қолың бос па деген сайын қыздар бос емес дей салуы мүмкін. Сол себептен жаман болып қалады. Тағы ары кеттік. Бізде не бар бізде қазір? Көп сұрақтар қоймау. Көбінесе өзіміз туралы айтамыз, арасында 1-2 сұрақ жібереміз. 1-2 сұрақ болғанда қандай сұрақтар мысалы? Айтамыз кездесу туралы. Сұрақтар болғанда жай сұрақтар қоямыз. Не істеп жатсың, ондай керек емес. Жай сұрақтар қоямыз. Келесі бізде пауза. Паузада не істейміз? Ұзақ пауза болмау үшін не істейміз? Алдында сабақта айтып кеткендей, бреда генераторды дамытамыз. Бреда генератор дегеніміз тоқтамай сөйлеу. Сол кезде сендерде пауза болмайды. Әртүрлі тақырыпқа сөйлем құрастырып сөйлей бересіңдер. Сол бреда генераторды 3 минуттен күнде қайталасыңдар, онда бәрі тамаша болады. Сол пауза негіз құртады. Сол негізгі ұзақ паузалар өте жаман. Ол не айтарын білмей қобалжу. Және қобалжуды кетіру үшін сендер далада күніне 20-50 рет жақындауларың керек. Әдемі қыздарға, жай қыздарға емес. Әдемі қыздарға жақындаймыз. Өйткені әдемі қыздарға көп жақындаған сайын онда сендер тәжірибе көп жинайсыңдар. Егер жай орташа қыздарға жақындасаңдар, онда пайда болады әрине, бірақ та ондай қатты әсерлеп пайда болмайды. Сол негізгі қайталап айтып кетейік. Онда біріншіден біз не туралы айтарымыз, бірінші нақты қағазға жазып аламыз. Не туралы айтамыз? Мысалы, мен Айдоспын, алдында біз танысқанбыз, бүгін кешке кездесейік. Мен жұмыстан 8-де шығам, сол кезде кездесейік. Қыз жоқ десе, онда 3 рет тырысып айтып көреміз. Бүгін күшті күн, бүгін өте тамаша күнді өткіземіз. Қызық болады дегенде қыздардың өздері сөйтіп келіседі негізі. Қыздарды келістіру оңай. Қыздарды келістіреміз, сосын телефон не тек қана кездесуге арналған, ұзақ сөйлесудің қажет жоқ. Егер сендер кездеспей телефонмен көп сөйлесіңдер, онда қыз кездеспей қоюы мүмкін. Тек қана телефонға үйреніп қалады да, сосын айтады, маған телефонмен сөйлескен ыңғайлы дейді, WhatsApp-пен. Не үшін біз кездесеміз деп кейбір қыздар сөйтіп айтуы мүмкін. Сондықтан жігіттер, телефонмен көп қызықпаңдар. Тек қана кездесу, реально кездесу. Егер бір рет ұзақ кездесіңдер, реально далада, реально жағынан, шын жағынан, онда телефонмен аз сөйлесесіңдер. Сондай да, кім
көбірек өмірде кездессе, сол телефонмен аз сөйлеседі. Кім телефонмен көп сөйлесе, солар өмірде мүлдем кездеспеуі мүмкін да. Мысалы, адамдар болады, 1-2 жылдап телефонмен сөйлесе беретін, бірақ кездеспейді. Ондай да адамдар болады. WhatsAppпен де сөйлеседі, қалайсың деп, бірақ өмірде бір-бірін әлі көрмеген. Оны адамдарда әртүрлі бола береді. Сондықтан жігіттер, звондаймыз, өзіміз таныстырамыз, қайдан телефонды алдық, есіне сүреміз қыздың, сосын нақты кездесу уақытын, орнын айтамыз. Болды. Басқа ешнәрсе керек емес. Ұзақ сөйлесу, егер кім ұзақ сөйлескісі келсе, мысалы, онда ол нақты свидание туралы тақырыптар айту керек. Біз барамыз, қыдырамыз, қайда киноға ма, қайда барамыз деп көп сұрақта қыздар сұрақ қоюы мүмкін. Қайдамыз, қызық өткіземіз, көреміз, кездескенде бәрін көреміз сол жақтан. Болмай баратса, қызға айтамыз. Әрине, бірінші кездесу, мен сені көргім келіп тұр, қандай екеніңді, алдында асығып сенен телефон алып едім, бүгін енді ондай жақсы күн кездесуге дейсіңдер, болды. Так, негізі телефонмен звондау, шақыру, бірінші свиданияға шақыру, осы негізі қателіктер және қателіктер түзеу тақырыптары осы. Өзіміз таныстырамыз, ұзақ пауза болмау керек, және өзімізді сенімді, уверенді түрде сөйлесу керек. Деп былай, сөзді жек қойып, бір айдалада сөйлесудің қажеті жоқ. Солай жігіттер негізі. Сосын көп сұрақтардың қажеті жоқ. Қыздар сендерге сұрақ қояды, сендер жауап бересіңдер. Сол негізгі жігіттер. Осы негізгі тақырыптар, телефонда қателіктер және оларға қалай жауап беру керектігін мен сендерге түсіндіріп кеттім. Және өмірде де сол телефон сияқты өмірде сөйлескен кезде, бірінші свиданияда осы қателіктерді ұмытпаңдар. Телефонмен де қателік бірдей, өмірде де қателік бірдей. Сондықтан бірінші свиданияға барған кезде, үстелге отырған кезде қыздармен осындай қателіктер жасамаңдар. Ұзақ пауза болмау керек. Егер ұзақ пауза болса, онда екінші сендермен қыздар кездеспейді. Ол это айдан анық. Қызықтырмайсыңдар, сендер қызықтыру керек қыздар бірінші свиданияда. Ұзақ көп сұрақтар қоюдың қажеті жоқ свиданияда. Пауза болмау керек.